Бұл қаланың понилерін ешқашан түсінбейтін шығармын. Қайда барсам да барлығы әдемі киініп алыпты, және маған қарағандары біртүрлі оғаш көрінді. Қобалжып жүрсің бе деп сұрады. Олар тойдың ертең екенін ұмытып кеткен ғой, солай ма? Бәлкім, олар біз үшін дәл мендей қуанышты шығар. Олай болса, күнді шатастырып алғандарын білген кезде күлкілі жағдайға тап болады. Шақыру қағаздарында қате бар. Мұнда той бүгін деп жазылыпты. Бірақ жақсы жеңілдікпен жасатып едім. Қаладағы понилердің бәрі шақыру қағазын алды. Тіпті ханшайымдарды келеміз деген. Айттым емес пе, қашып кету керек еді. Сұмдық. Дәм татқызу, гүлдер, музыканттар. Бәрін бүгінге ауыстыру қажет. Немене? Той ұйымдастырушы қайда? Маған жеңілдікпен жасап берем дедің. Ал сосын қаладағы барлық пониге қате жазылған шақыру қағаздарын жібердің. Солай ма? Кекшейсің бе? Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Өмір үзіндісі. шақыру қағаздарын шатыстырып алдым. Бұл сұмдық болды, доктор, сұмдық. Бұл менің не үшін ештеңе алмағанымды түсіндіреді. Кренкеге жеңілдікпен жасап берем дедім. Бірақ баспа машинасымен жұмыс істемеген тәжірибесі жоқ пониді жалдауыма тура келді. Шіркін, өткен шаққа оралып, мұның бәрін түзетуге мүмкіндік болса ғой. Өткен шаққа оралу, бұл ескі көзқарас. Жаңа теориямен жұмыс істеп жатырмын. Уақытты бізге келуге мәжбүр ету үшін. Бар өмірімді арнаған жұмысым. Анығында тәжірибені зерттеуге 10 жылдай уақытым кетті. Іске асырайын деп қалып едім. Алайда қарапайым сиқырлы дуа бар екен. Кім білген? Дегенмен сиқыр түсіндіре алмайтын көп нәрселер бар. Мұнау сияқты ма? Өте әдемі. Иә, жалынсыз отшашуларым. Оларды қалай тұтандыру керегін әлі таппадым. Мұның барлығын қалай үйренгеніңді айтшы. Өмір бойы ғылымды зерттедім. Кішкентай кезімде жанға бататын тәжірибе алып, айналамдағы әлемді түсінгім келді. Мүмкін емес болып көрінген нәрселерге ғылым мүмкіндік береді. Иә, біз мұнда не үшін келіп едік? Иә, ой, өйткені мен Крэнк пен Матильданың үйлену тойына шақыру қағаздарын ертеңгі күннің орнына бүгінгі күнді белгілеп жіберіппін. Ұлы сәйгүліктердің атымен мүлде ұмытып кетіппін. Әлі костюм дайындауым керек. Рерити! Өтінем. Өтінем, маған көмектесуің керек. Уақытты өткізіп алдым. Тойдың бүгін күндіз болатынын ұмытып кетіппін. Өтінем, көмектесші. Менің жағдайымды түсінші. Реритиді көрдің бе? Киімімнің жеңін тігуі керек еді. Уақыт өте тығыз. Көмектесші деймін. Шүкір әйтеуір. Мені өзіңмен ертіп бар. Мұнда не үшін ертіп келдің? Рерити ешқашан? Ұлы сәйгүліктер, киімдері қандай сәндет? Мырзалар, әлде бір қиындыққа тап болдым. Және талғамдарыңызды байқамау мүмкін емес еді. Мықты тігіншілеріңнің атын айтасыңдар ма? Өтінем. Әрине, жарқыным, ол менмін. Мен? Қандай қызық есім? Жоқ, жарқыным, мен киімді өзіме өзім тігем. Біз бәріміз өзімізге өзіміз тігеміз. Ендеше көмектесіңдер. Жеңімді тіккізуім керек. Бұл шұғыл шаруа. Кешір, жарқыным. Біз қазір финалда ойнаймыз. Түсінбедім, маған неге жарқыным дейсің? Білмеймін, жарқыным, бірақ неге екенін білесің бе? Біздің 4-ші ойыншымыз келмеді. Егер бізге көмектессең, ойынға қатыссаң, жеңіңді тігіп береміз.
Кешіріңдер мырзалар, бірақ мен ойнамаймын. Бөлшектер мен ықтималдық. Мұнда ауыспалы шама өте көп. Ауыспалы шама? Нені айтып тұрсың жарқыным? Әншейін шарды түзу лақтыр, болды. Тоқта, түзу ме? Жарайт, сендердің түзу әдістеріңді қолданып көремін. Бұл ессіздік. Дегенмен, іске асуы әбден мүмкін. Олардың не деп жатқанын білеміз бе? Үйіріліп алғандарына қарағанда, мәселе достыққа байланысты немесе құбыжықтардың шабуылында. Құбыжықтардың шабуылы? Сұмдық. Бүгін салтанатты рәсімде өнер көрсетемін. Алайда әлі не ойлайтынымды шешпеген едім. Панивелге құбыжық шабуылдайтын болса, қалай дайындалам? Әйтсе де мәселе достыққа қатысты болып, жарты сағаттан соң шешіліп қалатын шығар. О, солай деп үміттенем. Пенки байқайда. Маған үйлену тойымның ұйымдастырушысы керек. Ха, тойым болатын күні. Біреуін көмектесіп жіберіңдерші. Сен, Мен бе? ертеңгі болатын тойымды бүгінге ауыстыруым керек. Алайда Туайлайт келгелі менен ешкім ұйымдастыру жұмыстарын атқаруымды сұрамады. Мұны істейсің бе? Мен Панивел бойынша үйлену тойының ең мықты ұйымдастырушысы болғанмын. Әрине. Кет. Ай! Кеттік. Құбыжық салонды таптап тастамай тұрғанда кетейік. Я! Мен енді не істеймін? Матильда, шақыру қағаздары үшін айыптымын. Егер бірдеңе істей алсам, қуана. Гүлдер! Саған Матильданың гүлі бүгінге керек пе? Болмасқара! Сұмдық-ай, сұмдық! Демек, бұл мүлде мүмкін емес пе? Бізге Матильданың гүлдерін тіпті әкелген де жоқ. Оған қоса оны жинау керек. Төтенше жағдай. Жарайды. Сонда да рахмет. Қараңдар, қыздар. Бір гүлдің өзегі сынып қалыпты. Не? Масқара! Матильда залды бүгінге дайындау керектігін айтқанда күйгелектеніп кеттім. Бірге жұмыс істегендіктен үлгеретінімізді білдім. Жан достан артық ештеңе жоқ қой, солай ма? Бәрі де мүмкін. Егер бір-бірімізді білмегеніміздей, біреуді жақсы білсем. Бұл не? Панивелге бір құбыжық шабуыл жасаған сияқты. Бұл жолы кім екен? Мәңгі жасыл ормандағылардың бірі ме? Меніңше дәу аю секілді. Дәу аю дедің бе? Ол мені тауып алды. Не деп тұрсың, Бон-Бон? Менің атым Бон-Бон емес. Мен Суити Дропстың арнаулы агентімін. Құбыжықтарға қарсы күресетін контрлоттағы құпия агенттікке жұмыс істеймін. Анығын айтқанда 1-2 жыл бұрын дәу аю жоғалып кетпей тұрғанда жұмыс істегем. Сен не айтып тұрсың? Ол қашып кеткен кезде агенттікті жабуға тура келді. Агенттіктің жұмыс істегені туралы дәлелдердің барлығы жойылды. Селесте бәрін жоққа шығаруды талап етті. Не? Дәу аюды ұстаған мен едім. Панивелде Бон-Бон деген атты жамылып, жасырынуыма тура келді. Бұл жерден мені таппайтын шығар деп ойлаған едім, бірақ ол тауып алды. Егер дұрыс түсінген болсам, біздің достығымыз өтірікке құрылған ба? Кешір, Лира. Сенің игілігің үшін айта алмадым. Алайда, түскі астар, ұзақ әңгімелескеніміз, сәкіде отырған кездеріміз, мұның бәрі жалған ба? Бәрі шынайы болатын. Сен менің жан құрбымсың. Тобыр тауып саған қауіп төндірмес үшін көпшіліктің арасына сіңісіп кетуім керек. Жақсы, бірақ ол жайлы әлі сөйлесеміз. Қанша тұрса да сақина бүгінгі керек. Егер ол қымбаттырақ болмаса. Жарқыным, ең қиыны 7-10 айырмашылығы. Дегенмен егер оларды құлатсаң, жеңіс біздікі болады. Доктор, ақырында бәрін қалай ретке келтіруге болатынын түсіндім. Сенің жалынсыз от шашуларың гүлге ұқсайды. Оларды үйлену тойына пайдаланамын. Олы сәйгіліктердің атымен... Тоқта! Әй! Тоқта! Жалынсыз от шашуларым тұрақты емес. Егер дұрыс қосылмаса, ол жарылып кетуі мүмкін.
мәссаған, мынау дәуаю ма? Мен көп нәрсені есімнен шығарып алып жатырмын. Кренки музыканттарды ескертуді ұмытып кетпес деп үміттенем. Әттеген-ай, жалымды ретке келтіріп үлгермейтін сияқтымын. Қымбаттым, тынышталуыңыз қажет. Біз бәрін реттейміз. Бір пониге жал үлгісін тура рәсімнің үстінде жасағанбыз. О, бұл шындық. Олар шынымен де жақсы. Матильда, отбасы екенімізді қазірден-ақ сезіне бастадым. Рас па? Әрине, мен Кренкидің жандосы Стивен Магнитпін. Сен Стивен Магнитсің бе? Ал сен кімді көтіп едің? Аюды ма? Кренкиді 100 жылдан бері танимын. Мені қалай Флэш Фриз көлінен құтқарған айтқан болар. Сен Стивен Магнитсің бе? О, білем. Әдеттегі Кренки менің теңіз құбыжығы екенім туралы кішкентай директі айтуды ұмытып кетеді. Ол кәрі күңкілдікті жақсы көрем. Оны қалай жақсы көрмейсің? Кешір, Стивен, мен әншейін сені пони деп ойлаған едім. Және екеуіңнің бастан кешкен соншама шытырман оқиғаларың болғанын білмедім. О, қымбаттым, бастан кешкендеріміздің жартысын да білмейсің. Бір нәрсе айтайын. Қандай жағдай бастан кешсек те, ол сені табуды көздеді. Шын ба? Иә, және жалғыз қалмаудың амалын іздеді. Ол сондай сүйкімді ғой, иә? Мен қаншама уайымдадым. Өзін уайымға салып қойдым. Бірақ ең бастысы біз біргеміз. Ең бастысы той емес. Ең бастысы неке ғой. Ой, бұрай. Егер осыған сенетін болсақ, ендеше саған көпірді сатамын. Понивилде кездесетін ыңғайсыз киім киетін, ұзақ рәсімде отыратын барлық понилерге неге маңызды деп ойлайсың ба? Жоқ. Қателесесің. Олар үшін ең маңыздысы үйлену тойы. Мына үйлену тойына арналған әндердің бәрі бір сарынды. Матильда мен Кренкидің үйлену тойы ерекше болғанын қалайым. Рахмет, бірақ мұның үйлену тойына сай келетініне сенімді емеспін. Осылай жақсырақ. Тойына кешігіп қаламыз. Өмір деген не? Бұл шынымен де тоқтаусыз ерекше белгі іздеу ме? Ал ерекше белгі деген не?
мәңгіліктен бізді аюдың бір шабуылы ғана шектеп тұрғанын еске салады. Бүйірінде суреті жоқ қолтырауында қайтпек. Өмір атты өзеннің экзистенциалды ағысымен беймәлім тағдырға бет алады. Осындай бірдеңе жарайды. Яғни оны қалай үстелде қалтырдың? Оны сен әкелесің деп ойладым. Ха, бұл енді керемет болды. Мен Каденс пен Шайнингтің сыйлығымен айналысқам. Осы жолы сенің әкелуің керек болған, есіңде ме? Енді тойға құр қол келе алмаймыз ғой. Мына жалынсыз от шашулар гүлдерден де әдемі көрінеді. Назар аударыңыздар. Достарымыз мұны іске асырды. Олар дәу аюды жеңді. Сәлем. Сәлем. Айтшы, өтінем, Лира, басқа понилермен менің сырыммен бөліскен жоқсың ғой. Солай ма? Жоқ, бөліскен жоқпын. Айтпақшы, жалғыз сенде ғана сыр бар деп айта алмайым. Есіңде ме? Әлгі ерекше жағдайға сақтап қойған шетелді құпия сұлуың бар емес пе? Мен оны пісіріп жеп қойдым. Бәрін. Ең құпия сырыңмен бөліскен қандай қызық. Жан достар деген осы үшін керек. Келесі жолы өз сыйлығыңды алып кел, ал мен өз сыйлығымда келем. Жақсы. Мұнда екенсің ғой. Костюмым жоғалып кетті. Шкафта бары осы болды. Қалай боп тұрым? Миллион ақшаға татып тұрсың. Ола сәйгүліктердің атымен сағатқа қараш. Тезірек барайық. Ер соңымнан. Тез. Жалымның бәрі түсіп қалғанына сенелер емеспін. Ақмаққа ұқсап қалдым. Өмірлік махаббатым бұдан жақсы қалайық еді. Алаңдама, Кренки жарқыным. Стивен Магниттің мұрты сені құтқарады. Уайымдама. О, рахмет, достым. О, оқасы жоқ, досым. Анда барда, анау есекке үйлен. Сонымен бәрі жиналды ма? Барлығы дайын, әкім. Құрметті ғашықтар, біз бүгін мұнда қос ғашықтың қасиетті некесін қиюға жиналдық. Жан-жағыма қарап, Кренкидің қалай ыңғайсызданып тұрғанын түсініп тұрмын. Енді... Бірақ сонымен қатар, бір кездері Кренкиді өз жолдарында кезіктірген понилерді көріп тұрмын. Және бәрі мұнда махаббаттың арқасында жиналды. Фрэнки Матильданы еліміздің бүкіл жерінен іздеді. Жолында қандай қиындықтарға тап болғаны маңызды емес, ақырында махаббат жеңді. Бүгін бізді осында қосқанындай, Матильдасын іздеген Кренкидің оқиғасы мына жерге әртүрлі понилерді біріктіре алғаны таңғалдырады. Әр пони өз оқиға желісінің жұлдыз екенін түсінесің. Бұл оқиғаның бас қаһармандар ғана емес, барлық понилер өмірімізді қызықты етеді. Басты рөлді сомдайтындар да, шағын рөлді сомдайтындар да солай. Егер осы жердегі барлық понилермен бүгін келе алмаған басқа да понилер болмаса, Кренки мен Матильданың өмірі мұндай бақытқа толы болмас еді. Сонымен, сендерді жақсы көретін жандардың алдында, айтшы, Кренки, мына есекті некелі жарың етіп аласың ба? Әрине алам. Ал сен, Матильда, мына есектің некелі жары болуға келісесің бе? Иә. Олай болса, шын жүректен сендерді ерлі зайыпты деп жариялаймын. Әрине! Олардың тұстану үшін махаббат керек қой! Ойыма қалай келмеген? Білесіңдер ме, қыздар? Осы қалада тұрғанымыз бақыт қой. Бәрің
Сені жақсы көрем. Ай, мына жерімді дәу аю түстеп алған. Кешір. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.